Сәлем, бұл подкаст Қаратөбе. Қаратөбенің үні ашық әңгіме алаңы. Мұнда біз аудан өңіріндегі өзекті тақырыптарды, заманауи мамандықтарды және шынайы оқиғаларды бірге талқылайтын боламыз. Бүгінгі подкаст жүргізушісі Қаратөбе әйелдері қоғамдық бірлестігінің төрайымы Марина Карлықызы. Рахмет. Және менің жанымда жүргізуші Қаратөбе аудандық ішкі саясат бөлімінің тілшісі Жадерке Тілегенқызы. Подкаст тақырыбы ішкі саясат көзге көрінбейтін, бірақ әсері бар күш. Бүгінгі подкастта ішкі саясат бөлімінің басшысымен қоғамдағы тұрақтылық, халықпен кері байланыс, отбасы құндылықтары туралы ашық әңгіме айтатын боламыз. Ал енді бұл атауға тоқтала кететін болсам, жаңағы Қаратөбе, жаңағы арнаға қара, тюб арна жаңағы таратушы деген мағынаны білдіреді ағылшынша. YouTube арнасының атауына келтіріп, бір жағынан жаңа Қаратөбе ауданымыздың атауына келтіріп алған жайым бар. Енді бүгінгі алғашқы қонағымыз Қаратөбе аудандық ішкі саясат бөлімінің басшысы Нұртас Набиоллаұлы. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Бүгін сіз біздің алғашқы қонағымыз екенсіз. Яғни жаңа тоқталып өтіп отырып қой, термин сөздермен қарапайым халықтың үнімен айтқанда, сіз басқарып отырған ішкі саясат бөлімі немен айналысады, халыққа қандай пайдасы бар, және бұл бөлімнің күнделікті жұмысына тоқталып өтсеңіз. Рахмет. Алдыменен бүгінгі жаңадан басталып отырған жобаға сәттілік тілеймін. Өте қуаныштымын. Бәрінен де мені таң қалдырғаны, бұған дейін де осы подкастқа шақырған кезде де құлағдармын. Осы YouTube арнаның атауы мені таң қалдырды. Қара төбе деген жазу оқылады, бірақ ағылшынша шрифтімен қара тюб деп жазылып. YouTube дегенде арна, қарау деген сөзді. Ю деген сен, сен деген арна. Сенің арнаң деген. Сенің арнаң. Бұл жерде Қаратөбенің үні дегенге дәл беріп тұр екен. Сондықтан тапқырлықтарыңызға тәнтімін. Көп рахмет. Енді сіздің сұрағыңызға келіп, ішкі саясат бөліміне түсінікті былай айтқанда жалпақ тілмен айтатын болсақ, аты айтып тұрғандай, кез келген адамның мысалға ішкі ұстанымы болады, өзін қоғамда ортада ұстау, өзін дамыту, өзін тәртіпке келтіру, кешкі уақытта режиммен жату, таңертең ерте тұру, бірнеше тілді меңгерудің жұмысына жоспары деген сияқты өзінің ұстанымы. Сол сияқты бүкіл қоғамды, бұқараны бір ағза сияқты қарасақ, ішкі саясат деген сол бүкіл қоғамды бір бірлікке, бір бағытқа, бір тәртіпке, соның үшін дұрыс бағытқа, даму бағытына жұмылдыру үшін ойластырылған дүние деп қысқаша түсіндіруге болады, ішкі саясат деген дүние. Жалпы бөлімнің негізгі мақсаттары қандай? Оны халыққа кәдімгі ашық түрде түсіндіріп кетсеңіз. Түсінікті болу үшін негізгі үш тағаны, үш тұғыры деп айтуға болады. Ішкі саясатты былай жіктеп айтқан кезде, ақпараттық саясат, мемлекеттік ақпараттық саясат, жастар саясаты және жалпы қоғамдық саяси ахуал. Ол енді жалпы қоғамдық саяси ахуал дегеннен кейін оның ішіне қоғамдық бірлестіктер де бүкіл қоғамның барлық саласы жатады деп айтуға болады. Енді жастардың өте бөлек бір сала болып қарастырылатыны, жастар қоғамның қозғаушы күші дейміз, жастар елдің болашағы дейміз. Енді ақпараттық саясат дейтін сол бүкіл идеологияны, бүкіл жаңа саясатты халыққа ұғынықты тілмен жеткізетін, түсіндіретін бұқаралық ақпарат құралдары мысалы. Бұқаралық ақпарат құралдары енді аты айтып тұрғандай, бұқараға арналған еңбектеген сәбиден еңкейген кәріге дейін түсінікті тілмен осы негізгі бағыт жеткізіп елдің саясатын. Сондықтан осы дүниелердің барлығын біздің бөлім бағыты қамтитын сондай үлкен бір сала, қысқаша айтқан кезде. Жаңа сіз тармақ түсіндіріп жатсыз ғой. Мен енді Қаратөбе әйелдері қоғамдық бірлестігінің төрайымы болғасын, мен өзімнің жұмысымды білемін де, бірақ айналада қоршаған адамдар кейбірде сұрап жатады. Ішкі саясатқа осы бірлестіктердің қандай байланысы бар? Мысалға, тек қана бұл Қаратөбе әйелдері емес, одан бөлек те тағы қоғамдық бірлестіктердің жұмыс атқарып жатқанын естиді де, соған кішкене тоқталып өтсеңіз. Енді біз жеке адамнан гөрі қоғамдық бірлестіктер қоғамды үйыстырады, қоғамды біріктіреді, белгілі бір көзқарас, бір бағытқа бағыттайды. Мысалға, сіз өзіңіз басқаратын Қаратөбе әйелдері деген ол әйелдер қауымын, аналар қауымын бір бағытқа топтастырады,
бір бәріне ортақ бір жұмыстар жүргізеді. Мұхит жастар дейтін қоғамдық бірлестік бар, ол жастарменен жұмыс жасайды. Сол сияқты аты айтып отырған ардагерлер қоғамдық бірлестігі бар, мысалы ардагерлердің қоғамдағы, бұл айтқанда әлеуметтік топтарды біріктіріп бәрін бір арнаға тоғыстырады деген дүние ғой. Сол себепті мына қоғамдық бірлестіктермен жұмыс жаңа қоғам саяси ахуалды реттеуге негізгі бір тетігі болып есептеледі. Жалпы мемлекет сол үшін қаржы бөледі, мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс деген бар. Соның аясында миллиондаған қаржыларды бөледі де, соны арнайы кәдімгі конкурс ойнатып, соны ұтып алып, қоғамдық бірлестіктер кейде ақылы түрде соны ұтып алып, сол қаржымен өздерінің қоғамдық жұмыстарын жүргізіп жатады. Жалпы осы ішкі саясатта отбасы құндылықтарының орны қандай? Енді елдің идеологиясы болғандықтан, елдің, мемлекеттің дұрыс бағытқа даму үшін ойластырылған дүние болғаннан кейін ішкі саясат, ал отан отбасыдан құралады, қарапайым сөзбен айтқанда. Әрбір бірнеше отбасыдан үлкен отан құралады. Сол себепті отбасылық құндылықтарға аса қатты мән беріледі. Әсіресе біздің тәуелсіздік алғаннан кейінгі қазіргі таңда соңғы уақыттардағы саясатта отбасы құндылықтарына өте қатты мән беріліп жатыр. Оның анық айғағы мысалға осы мамыр айының ішінде аналар күні деген бар, отбасы күні бар, әкелер күні деп отбасы құндылықтарын насихаттауға балалар күні бар бізде. Жалпы ішкі саясат бөлімі жаңа айтып өткендей ақпараттық жұмыстармен жұмыс жүргізеді дедіңіз. Соған орай президентіміздің өзінің идеологиялық бағыттары бар. Жаңа конституция бойынша, Таза Қазақстан экологиялық акциясы, заң мен тәртіп қағидаты бойынша қалай халыққа түсіндіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Сол туралы тоқтала кетсеңіз. Жалпы енді негізгі басым күнделікті жұмысымыздың бағыты деп айтуға болады, өзіңіз ішкі саясатта жасағаннан кейін. Жалпы енді тыңдарманға, қауымға түсінікті қылып айтатын болсақ, қазір әлеуметтік желі өте белсенді қолданыста. Халықтың барлық тобы осы әлеуметтік желіде отыр. Сондықтан Instagram болсын, Facebook болсын, Threads, тіпті TikTokқа шейін барлық әлеуметтік желіде ішкі саясат саласы жұмысын жүргізеді деуге болады. Үлкен жолдаулар бар, маңызды құжаттар бар, маңызды ел дамуына қатысты өзінің арнау сөздері бар, мысалға президентіміздің мәлімдемелері, соның барлығын қазір көруге болады. Қысқаша 2-3 сөйлемдік басты тезис күйінде президенттің күн сайын таратылып жататындығын, қоғамның барлық жаңа әлеуметтік топтарға барлығының түсінуіне, ұғынуына, сол арқылы бағыт бағдар ұстанып, бір ел болып, бір болашаққа, жарқын болашаққа қадам басу бағытында деген айтқан кезде бір жаттан сөз болып көрінуі мүмкін, бірақ тура шын мағынасында да солай, сол үшін жұмыс жүріп жатады солай. Енді Нұртас мырза, мағадан бері сізді тыңдап отырсақ, жалпы күнделікті жұмыста да байқап жүремін, сіздің сөз саптауыңыз, білімділігіңіз, соның бәрін ойлап қарасам, сіз бұрыннан осы салада жұмыс жасап келе жатырған жан ретінде мен үшін елестейсіз. Осыған дейін сіз қандай салаларда қызмет еттіңіз, соларға тоқталып өтсеңіз? Енді ішкі саясат саласынан дәл осы ішкі саясатта болмағанменен де соның бір саласы жоғарыда айтып өткен ақпараттық саясат деп, журналистика саласында бірнеше жыл қызмет атқардым. Сол кезде өзімнің қалам тербеген тақырыптарым бар, оның ішінде көргенім, білгенім, тәжірибем сол шығар деп, сіздің аңғарған дүниеңіз сол шығар деп ойлаймын. Себебі мен бұндай сұрақты қойып тұрғаным, Жанеркенің алдында бірнеше оқулықтар бар, сіздің туындыларыңыз. Егіндікөл тарихы, өрісті өнер өнегесі, жаңағы аласармайтын асқар тау және ақ орамал атты өзіңіздің туындыларыңыз. Осыларды шығаруға, жазуға қандай себеп түрткі болды? Жалпы іштен шыққан шұбар деген сөз бар ғой. Бірақ ертөстікте қалай 8 қызым бір төбе, кенже киім бір төбе дейтін бет. Сол сияқты мына ақ орамал деген кішкентай ғана дүние, осының бір ерекшелігі бар. Мына дүниелерді, бұл кітаптар, біреу авторлық бірлестікте жазылған, белгілі профессор Карима Сахарбаеваның, біреу өзімнің жекелей жинағым дегендей. Олардың барлығы мен журналист болып қызмет атқарған кезде жазылған дүниелер, арнайы сол салада, жазу саласында жүрген кезде. Ал мынау ақ орамал деген,
осы күні кеше шыққаны бір жыл бола қоймаған шығар. Мемлекеттік қызметте жүріп жазып шығарған дүние. Менің ойыма сол келіп жатыр да. Манадан қарап отырсақ, сіздің туындыларыңыз журналистика саласында жүргенде жазған жаңағы туындыларыңыз ғой. Бірақ бұл жаңағы айтқан жаңа салаға келсеңіз де, сол өзіңіздің қаламыңызды кептірмей әлі де жалғасын тауып келе жатыр. Бізде мысалға аналар кеңесі, сосын ақсақалдар кеңесі, барлығы біздің ішкі саясат саласына қарасты жұмыстардың бағыты. Сол тұрғыда мысалға бұнда да отбасы құндылықтары насихатталады, ақ орамал деген дүниеде. Біздің дәстүрлі, соның ішінде біздің Қаратөбеде болған оқиға ешқандай қиял емес, нақты болған, әулиелердің ұрпағы, сондай мықты асыл текті аналардың хикаялары ішіне жазылған. Жалпы қарап отырсам, Егіндікөл тарихы деген енді өзіңіздің туған жеріңізге, атамекеніңізді жазған шығарсыз енді. Ал енді өрісті өнегесі деген бұл кісі күйші. Жаңағы мен қарап отырсам, қызық мынау деген ішкі саясаттың несі сияқты. Жаңағы туған жер, сосын өнерге туралы, сосын мына жерде әке туралы, мында аналар туралы ғой енді. Жалпы барлығы ішкі саясаттың несі сияқты. Туындыларды осыған дейін сіз бұл саланы бір ұштастырып отырған сияқты. Ұштасқан сияқты болып көрінеді. Белгілі бір мақсатпен жасалады ғой енді. Бір дүниені жазған кезде де адам, әуелі мен сол редакция жасаған кезде, қазір ішкі саясатта ұлттық құндылықтар дегенде айтылатын болса, менің өз әуелден жаныма жақын тақырып ұлттық құндылық деген. Жырау, жыршылардың тақырыбы, күйшілердің тақырыбы, атбегілердің тақырыбы, аңшылық тақырыбы, дала, табиғат деген бәрі кез келген қазақ баласының жанына жақын ғой. Менде де солай ізденістерім солай қалыптасты. Енді қазіргі таңда өздеріңіз айтып отқандай, жұмыс саласында да сол дөп түсіп отырған сияқты сол бағыты, өзімен өз бір уақыт өткен сайын солай болып келе жатқандай көрінеді. Енді Егіндікөл тарихы әрине өзімнің туған жерім туралы жазылған дүние деп айтуға болады. Бірнеше мақалалардың топтамасы ол кітап болып шыққан. Өлкетану жаңағы зерттеу бойынша жазылған дүние ғой. Қайыржан Қасанов атамызбен бірге да. Қайыржан Қасанов ағамыз оған алғы сөз жазды. Егіндікөл тарих туралы тың туынды. Тың туынды деп айтатын себебі біздің Егіндікөлдің айналасындағы жер атауларына қатысты бір тың дүниелер анықталды. Мен жазған кездерде Жігерлен дейтін жер бар, осы Қаратөбенің, қасиетті Қаратөбенің бір пұшпағы. Жалпы нестеп зерттеп жорыққа шығып деген сияқты ғой. Сөйтіп жазып тұрсыз ғой, сосын енді бұрынғылардан қалған мықты білімдер, адамдардың қалған жазып қалдырған аудио дауыстары болды. Құрманғазы Қараманұлы деген белгілі жазушы білесіздер. Сол кісінің өзі аяқтай барып диктофонға жазып алған жазбасы болды. Үлкен молда кісі, Науқан деген молда, 1891 жылы туған екен. Алаштың жиналысына қатыстым деп өзі аузымен айтып отыратын. Сол кісінің жазбаларында өте білімді адам болған. Сол жер су атауларының терең тарихы бар екенін келтірген. Енді оны айтса өз алдына үлкен тақырыпқа кетіп қалуға болады. Бөлек подкаст арнау керек болған. Қоғамға пайдалы дүниелер жасағансыз. Енді кейде бір бола ма? Келгенше ұмтылысу. Кейде бола ма бір әттеген-ай бір осы нәрселерді жүзеге асыра алмай қалдым-ау деген. Әрине, жаңа сіз айтып мені таныстырып, осы сұхбаттың барысында да жаңағыдай бір өз саласының бір білікті адам секілді айтып таныстырып өтіп жатырсыз. Бірақ та менде әсіресе осы қазіргі қызметімде де әттеген-ай деген тұстар, қолым жетпей, соны жасай алмай келе жатқан, тындыра алмай келе жатқан тұстарым көптеп. Кейбір бір кедергілер кездескен. Енді жасырын болмаса бір-екеуіне тоқталып өтсеңіз. Ешқандай да жасырын емес. Ол жерде бір ғана адамның, біреудің жаңағы бір кінәсі де емес. Жалпы қарап отырсақ, мына қоғамда жаңағы таза Қазақстан, біздің идеология негізгі бағыт. Заң мен тәртіп, мысалы жаңа конституция күні кеше жаңағы референдум өтіп халық қабылдаған. Соның барлығының жаңағы өзегінде негізі елді дамыту, дұрыс бағытқа деген дүниелер жатыр ғой. Мысалға таза Қазақстан арнайы тұжырымдама 2024-29 жылдарға арналған тұжырымдама жасалды. Соның бағытыменен 2 жыл болды таза Қазақстан деп былай айтқанда біз ұрандатып келе жатқанымызға.
Биылдың өзінде өте қарқынды сенбіліктер өткізілді. Мысалы біздің Сәуір айында өзіміздің ауданымызға қатысты айтқан кезде ауданның орталығында да сондай үлкен үлкен сенбіліктер, бүкіл мекемелер болды. Жаңағыдай волонтер деп айтуға болады, жастар да шықты. Иә, ауылдың айналасында ұшып жатқан түрлі қоқыстарды бәрін жинақтап тап-таза қылып, мысалға жинақтай келген кезде осы жақында бір оқиға болды. Нақты немен мысалмен айтатын болсақ, ауылдың шетіне шығарып тап-таза жерге бір кісі барғанда қоқысын төге салған, шашып. Ол көше комитеті деген топтар бар, WhatsApp чаттарда белгілі азаматтар соған қатты кейістік танытып, мынау не, бәріміз осылай жинап таза Қазақстан деп жүргенде не үшін мынадай жасалды деп бір ғана адамның барып жасаған дүниесі. Демек біздер 2 жыл бойы былай айтқанда әлеуметтік желіде бәрін таза Қазақстан айтылып жатыр. Көп адамға жаттанды сияқты көрінеді, ар жағына бойламайды, бірақ шын мәнінде жасаған жұмысы. Ал соны жасаған адам өкінішке орай қазір әлі анықталмай қалды. Анықталмаған күнде де мысалы осы тыңдайды ғой, мысалы мына ол ұялатын шығар сол қылығына деп ойлаймын, сол ұялса екен деп. Негізі ұялған болса олай жасамаған болар еді. Мысалға ол мысалы белгілі бір деңгейде мен бір әттеген-айым және өзіміздің бір осал тұсымыз ғой деп ойлаймын. Ішкі саясаттың біздің жеткізе алмағанымыз болып тұр ғой халыққа деген сияқты. Жұмыстары жеткілікті деңгейде әлі де насихат жұмыстарын талап ететін болып тұр. Бәлкім бұл азаматтың жасаған бұл іс-әрекеті менің айналам, менің үйімнің айналасы таза болса болды дегенде бір адамдарда бір тайыз түсінік болып жатады. Бірақ десек те ол жаңа айтқан тек қана үйіңнің айналасы емес, одан бөлек өзіңнің тұрып жатырған туған жеріңнің жалпылама. 25-ші жылдың қараша айының басында президент арнайы жарлыққа қол қойды осы ішкі саясат мәселелері туралы. Сонда таза Қазақстан мінез-құлық және жүріс-тұрыс этикасы деп анықтама берді. Таза Қазақстан дегенге. Қазір де айтып жүр президентіміз, мысалға таза Қазақстан ол тек қоқыс жинаудан тұрмайды. Ол қоқыс жинау деген бір ең алғашқы бір былай айтқанда негізгі алғашқы бір қадамы деп айтуға болады. Ар жағында негізгі идея адамдардың жүрегінің тазалығын, ішкі ниетінің, санасының тазалығы. Сөйтіп тазалық арқылы ары қарай баянды дамуға, жарқын болашаққа ұмтылу деген тазалық болмай, қай салада да таза ниет болмай, бастысы дұрыс даму болмайды деген дүниені жеткісі келген сөз. Мысалға жаңағы қоқысқа қатысты мына экология деп жатырмыз. Негізгі мақсаты экологияны таза ұстау, ол тазалықтың арғы түпкі дүниесінде. Ал экологияның адам өміріне, адамның ішкі дүниесінің тазалығына да оның үлкен әсері бар. Мысалға ертеде ата-бабаларымыз бұл идеология өте ертеден тамырын алады деп айтуға болады. Шыңғыс хан заманы, одан да бұрынғы дала заңымен жүрген кезде біздің ата-бабаларымызда түрме болмаған, бірақ заң мен тәртіпті қалай сақтады сол кезде, тазалықты қалай сақтады. Екі түрлі жағдайда ғана аяусыз өлім жазасына кескен екен дейді. Қалған жағдайларда айып төлету арқылы, құн төлету арқылы, қазіргі тілмен айтқанда айыппұл. Сөйтіп бүкіл дүниені реттеген тәртіпті. Ол екі түрлі нәрсе не дейтін болсақ, біріншісі осы экологияны бүлдірген жағдайда, өзен суды ластап, кір жусын, дәрет сындыра ма, әйтеуір табиғатты бүлдірген жағдайда өлім жазасына кескен ондай адамды. Екіншісі қыз баланың ар намысына, әйел затын қорлаған, ар намысына қол сұққан адамды өлім жазасына кескен. Осы екі жағдайменен бүкіл тәртіп сақтаған деп. Сонда біздің қазіргі еліміздің идеологиясы таза Қазақстан, заң мен тәртіп деген дүние, ол тамырды өте тереңнен алып отыр. Сол сияқты жаңа таза Қазақстан 2024-29 жылдарға тұжырымдама бар дедім ғой. Сол секілді заң мен тәртіпке де сондай тұжырымдама бар. Сонда тұжырымдамада оқығанда айтады, бұл жерде белгілі бір заңның баптарын көрсетіп, осы қатаң баптарды көрсетіп, осындай жылға сотталасың деген әңгімені айтып үркітіп қорқыту емес мақсаты. Оның мақсаты осы негізгі жаңағы моральдық құндылықтарын, заң сақтаудың моральдық құндылықтарын ұқтыру халыққа. Ол заң сақталмаған жағдайда түбі не затқа алып келеді, болашақта не алып келеді адамдарды деген, қоғамды әлсірететін дүниелер алып келетіндігін, болашақтың жойылатындығын сол бағыттан келтіру. Ол үшін жаңағыдай біздің ата-бабаларымыздың осы тарихын, керек болса сенім, білімін, дін арқылы да басқа да Мексика, Колумбиядағы өзге шетелдердегі мысалға келтіреді. Бүкіл қоғам болып, дін өкілдері болып, волонтерлар, басқа саланың адамдар бірігіп, біз жаңа тыныш заң сақталатын мемлекетте өмір сүргіміз келеді деген сияқты ұрандатып, осылай халық өздері бас көтеріп
осындай бастаманы қолға алған деген сияқты. Бүгінгі сұхбатты қарап отырсақ, бір сұхбатта сізбен кәдімгідей бойыңызда патриотқа толы күш, рух байқалады, маған сезіліп отыр. Бұның бәрі сізге енді түсінікті әкеден дарыған болады деп ойлаймын. Және мен білуімше, өзіңізбен бірге туылған бауырларыңызда әр саланы тізгінін ұстап отырған азаматтар. Жалпы енді бұл жерде айтқым келіп тұрғаны, отбасыңызға тоқталып өтсек, өзіңіз мәлімет беріп жіберіңіз. Рахмет. Мына жерде енді кітаптардың қатарында жоқ, бірақ әке өнегесі деген біздің отбасылық бір шығарған кітабымыз бар. Онда әкеміздің осыдан 2004 жылы дүние салды. Әкеміз сол кісінің бала тәрбиесіндегі ұстанған жолдары, өзінің мінезіндегі ерекшеліктерін топтастырып, өзіміз естелік ретінде өзінің сыйлас замандастарынан, туған туыстарынан бәрін алып сол кітап шығарғанбыз. Соның ішінде сөйтіп баяндағанбыз. Айтуыңыз орынды, әрбір адам үшін әке асқақтау кез келген үлгі, өзіне өнеге, анасы да сондай. Жалпы енді отбасы туралы айтқан кезде, мысалға менің алдымда 2 ағам бар, жаңа өзіңіз айтқан. Олардың жүріс-тұрысы да сол ата-анамнан кейінгі маған үлгі болатын жандар. Сол апам бар, қарындасым бар. Олар да мысалға дейтін өздерінің өмірден өздерінің жолдарын тауып дегендей, осылай барынша елге қызмет ету. Сол жаңағы айтайын деген жаңағы кітаптың әке өнегесі деген артқы жағында әкеміздің бір ауыз сөзіменен қол қойылған несі салынған. Сонда ол сөзін ағамның үйлену тойында айтқан сөзі. Жаңа бұл айтқанда тілегі ғой айтқан. Қазақ халқының салт дәстүрін сақтап, елге адал қызмет етіңдер деген сөз. Тойдағы айтқан тілегі. Қысқа нұсқа тілегі, мағынасы өмір жолына, өмір жолдарын. Соны өзінің қойған қолы бар ғой, түрлі құжаттарды сақталған, соны алып астына қойып, үстіне сол сөзін тап сол күйінде жазып, видеодағы алған сөзін түйіндеп, соңында жаңа тілегін айтып келіп, солай түйіндеген ғой өзінің тілегін. Ал өзіңіз қандай әкесіз? Өз отбасыңызды айтсаңыз. Жаңағы айтқан, тырысып бағып, барымша ұмтылып жүрміз. Балаларымыз әлі жас, кішкентай, болашақта оны болашақ көрсетеді, уақыт көрсетеді, қандай болып өсетін, қандай болып қалыптасатын. Біз енді өзімізше қолымыздан келгенше тырысып бағып, сол ұлттық құндылықтарды сіңіруге, бір жақсы бағытқа бағыттауға тырысып жатқан. Жалпы ұлттық құндылық дегенде сіздің әу демейтін қазақ жоқ дейді. Сіздің домбыра шертіп, терме айтатыныңызды білеміз. Енді одан бөлек біз білмейтін, ешкімге көрсетпей жүрген бір қырыңыз бар ма? Өнеріңіз болсын. Енді жаңа айтылған ол кәсіби тұрғыдағы әнші емеспін, бала жасымнан қуған өнері де емес ол. Бірақ жаңа осы ұлтқа деген махаббат деп ойлаймын, өзіңнің халқыңа деген, сол өзіңнің өнер арқылы сол жанын түсінесің дегендей, өзіңнің табиғатыңды түсінесің халықтың өнері арқылы дегендей, сондай ұмтылыс. Жалпы мен өзім қоғамда, айналамда, әлеуметтік желіде де негізі барынша ашық адаммын. Бір нәрсені тұйық ішіме көп сақтап жүрмейтін адаммын. Сондықтан білмеймін, ондай ішімде қандай тағы болып жатқан, ондай басқаша қасиет жоқ сияқты көрінеді. Сурет салатын деген ғой. Жоқ, ондай. Менің мысалы әкемде өте суретшілік қабілет күшті болды. Өкінішке орай, бірақ менің бойымда ондай қабілет жоқ. Балаларыңызға дарыған ба? Сіздің немесе әкеңіздің? Балаларым кейбір мысалы қызымның сурет салғандарына қарап отырсам, кезіндегі менен гөрі жақсы салатын сияқты көрінеді. Білмеймін, бірақ ол қай жақтан қалай келіп тұрғандығын. Әкеңізден сізге берілмеген қасиетті немерелеріне дарып жату мүмкін. Ал енді мына қара домбырамен шертетініңіз балаларыңызға. Мен байқаймын қазір ұлыңызда, қызыңызда мектеп жасындағы оқушылар. Мен көріп жүрген байқауларда үнемі ұлыңыз бен қызыңыз алдыңғы қатардан көріп жатады. Ол мақтанышпен айтуға тұрарлық дүние. Себебі қазір көптеген отбасыларда некен-саяқ бірен-саран
домбыра ұстайтын, жалпы дәстүрге көңіл бөлетін. Мен жаңағыдай кәсіби өнерпаз болмасам да үйімде барлық уақытта домбыра тұрды. Және балаларым сол бесікте жатқан кезінен бастап, былай айтқанда сол домбыраны қағып, әуелетіп өзімше Яғни сіздің шырқап, шерткен домбыраның ылғи үнімен өскен. оны тыңдап өсті негізі деп айтуға болады. Бірақ белгілі бір кәдімгі бағыт тауып күйлерді үйреніп жүр. Мен мысалға ондай деңгейде күйлерді арнайы қатысып, ондай өзімді ол бағытта көп дамытпағанмын. Мен тек әуес қойдық деңгейде. Сондықтан сол бір оларға сол көз ашқалы көрген дүниесі болғасын жат болмай сол әсер еткен болар. Бірақ тағы бір айта кететіні, ананың рөлі үлкен ғой. Ол анасы кәсіби музыкант, фортепианоны осы Қаратөбе ауданына алып келіп, кәсіби тұрғыда жаңағы дамытып жатыр деп айтуға болады. Алғашқы шәкірті қазіргі таңда сол Алматыда арнайы сол өнер саласына бағытталып кетті, кішкентай күнінен. Осындай дүние. Керемет. Яғни жаңа өзіңіз айтқан, өзіңіз әуесқой айналысқаныңызбен бәлкім ана сүтімен дарылуы мүмкін. Енді бүгін домбыра туралы сөз айтқаннан кейін өзіңізден бір ән шашу болып қалар. Мұхиттың елі Қаратөбе деген. Жаңағы сіздердің айтып отырған Қаратөбе үні деп айтқан, Қаратөбенің үні ол сол мұхиттың үні, Ғарекеңнің үні, Ескендердің үні деп те айтуға болады. Қолдан келгенше домбыраны алып, мен қазір биыл 185 жылда келе жатыр әнші Мұхиттың. Мен жаңа сіздің негізі сұрағыңызға дәл келеді екен. Мен бұған шейін құлағыма сіңісті көбіне Ақкербез, Ақжайық, Ақерке, Ақсұңқар деген әндерді енді дәл болмағанмен де сол ұмтылып айтатын едім. Мен осы биыл 185 жылдығы мені ойлантып, Мұхиттың кең тынысты әндері, Зәуреш, Айнамкөз деген әндерін айтуға талаптанып жүрген бір жайым бар. Қалай шығатынын білмеймін, қазір тырысып айтып көрейік. Зәуреш деген өте қайғылы трагедия деп айтуға болады. Қазір осы тренд болып «Қаныш және ғылыми майдан» деген кітап бар. Соның ішінде сол Зәуреш туралы автор келтірген Санжар Керімбай. Тоқтала өтсеңіз оқиғасына. Оның оқиғасы жалпы Медет деген төре болған дейді. Осы Әбілқайыр тұқымы болу керек, қателеспесем. Бұл бүкіл жаңа мұхит, бәрі де төре мұхит, төре тұқымдары ғой, Әбілқайырдың тұқымдары ғой, тікелей. Қаратай деген сұлтаннан тарайды. Соның 3 әйелінен тараған 10-10-нан 30 ұлы болады да, бір елге індет келген кезде 31-де қырылып қалады дейді. Енді солардың соңынан қалған Зәуреш деген қызы бар екен. Жаңағы Медет деген төре өзі патша үкіметінің қудалауына ұшырайды. Қудалау көріп, біраз жерді айналып келген кезде қызының да қайтыс болғанын естиді. Өте оған қатты ауыр болады. Сол кезде мәйітіне барып, сол кезде шығарған арнау жыр дейді. Ол өте ұзақ болған. Енді Ғарифолла Құрманғалиев шағындап 3 шумағын ғана ән қылып бізге таспада жазылып қалған ғой. Негізі өте ұзақ жыр, жоқтау жыр деп айтуға болады. Азалы екен. Азалы ән деуге болады. Жаңа кітапта ғылыми майдан, «Қаныш және ғылыми майданды» осы өнердің құдіретін түсіндіргісі келтірген ғой. Мына Шымкент жағында болған оқиға нақты осы заманда болып отырған. Бір келіншектің басынан өтіп жатқан жағдай. Жастау күнінде өзіне жақын тұтқан жан қайтыс болады. Содан қатты былай айтқанда, қазіргі тілмен айтқанда шок дейді, сондай қатты күйзеліске түсіп кеткен. Күлмейтін, ойнамайтын, кейбір орталарда амалсыздан ғана езу тартқаны болмаса, арғы жағы ішкі дүниесі еш нәрсеге қуанбайтын, әсерленбейтін сондай жағдайға түскен. Жасы да біразға келіп, бірақ жаңағыдай енді уақыт келгеннен адам тұрмыс құру керек деген сияқты соның барлығы кешеуілдеп, басында бір қайғы, бір кетпей үйіріліп тұрғандай болып жүрген бір күні сол бір жиын, қонақтық, құдалық па, сол келіншектің жаңағы ол кезде сол қыз баланың айналасында болады. Көрші бөлмеден біреу осы Зәурешті айтқан екен. Зәурешті айтқан кезде жаңағы кісінің әсері менің төбемнен бір нәрсені құйып аяғымнан
дейін құйып шығарғандай болды деп, Босатқандай болған. плавойна былай айтқанда бүкіл ауыртпалығымды шығарып жібергендей болды деп, содан кейін шын көңілмен күлетін, жадырап сондай бір неге, сол бұл қазақтың өнерінің құдіреті ғой. Сол замандағы сол адамдардың құдіреттілігі сондай ән қалдырған, оны бүгінге жеткізген адамдардың құдіреті дегендей. Сондықтан мен енді өте көп сөйлеп созбай сол зәурешті айтып көрейін, шамам келгенше. Сенің үшін аға елден келдім, баяғы көзің көрген елден келдім. Сен неге мен келгенде тебіренбейсің, иіскеп бір сүйген деген едім. Қолыңнан жонда көрдім ақан, шоқыраған қайыңның жаста көрдім жапырағым. Сен қалған 30 жылдана едің зәуреш, бір уыс көп көрдің бен топырағың. Керемет. Сөздері ауыр екен. Ауыр сүйікке өзетті. Енді мына мұхиттың әндерінің ішіндегі ең кең тынысты әні Айнам көз ғой. Мына домбыраның мына түпкі сағасынан мына жерін, осы аралығын түгел қамтиды. Енді бұл әнді кез келген адам тәуекел жетіп орындамайды. Бірақ мен кәсіби әнші емеспін, бірақ осы Қаратөбе үні демекші, Қаратөбенің топырағында дүниеге келгендігім мүмкін маған дем беретін шығар. Осы әнді қолымнан келгенше орындап жіберемін. Salmasam Ayman gözüge en bolmayda kimesim yıkay bişmem daha Ayman kız sen bolmayda ya Oynasan gözün dingo Jaspen oyna Oğlan algamından Aynam kız kim olmayda ya Aynam kız sen kayda min kayda birevdim mende
ешқандай айырмашылық көріп тұрған жоқпын. Кәсіби әншілігіңіз ешқандай кемшілігін байқап тұрған жоқпыз. Өнеріңізге сәттілік. Енді бүгінгі подкастты қорытындылай келе. Жалпы Нұртас мырза бүгінгі мынау алғашқы подкасттың қонағы болып келіп, уақытыңызды бөліп, осы қоғамға қалай берді біздерге керемет ой салатын дүниелер қозғадыңыз, көп білмейтін тұстарымызды өзімізге түйіп алдық. Үлкен рахметімізді айтамыз. Жалпы өзіңіз бүгінгі подкасттан әсеріңіз, жалпы келер қонаққа айтар ұсынысыңыз болса, жүрек жарды тілегіңіз болса, біз тыңдауға құба-құп әзірміз. Рахмет. Жалпы қасиетті Қаратөбе деген бүкіл елімізге мәшһүр деп айтуға болады. Жаңа жоғарыда айтқан мұхит арқылы, Ғарифолла Құрманғалиев арқылы, Ескендір Хасанғалиев арқылы, басқа да ұлыларымыз арқылы дегендей. Сол секілді мына бүгінгі сіздердің Қаратөбе үні деп ашып отырған YouTube арна, подкастта сондай елге әйгілі бір арна болсын деген тілегім жеткізгім келеді. Осы елден шыққан, түлеп ұшқан мықты тұлғалар, өзге де елге қонақ болып келген бір қыры осы Қаратөбенің қазақылығы, қонақжайлылығы, қонақтардың да жақсы, мықты деген елдің тұлғаларының үнін ұрпаққа жеткізетін тағылымды әңгімелерін осы әлеуметтік желіге, басқа да бұқараға тарататын бір үлкен арна болсын деп осындай тілегімді айтқым келеді. Былай қарап отырсаңыз, бұл бүгінгі подкаст келер ұрпаққа бір айтамыз архив мұрағат болып қалатын сияқты. Яғни бір ертеңгі күні кейінгі ұрпақ көріп отырып, өздеріне осынау Қаратөбенің топырағында осындай перзенттер дүниеге келген екен, осындай істер атқарылған екен деген бір үлкен есте қалатын дүние болған сияқты. Көп рахмет айтамыз сізге. Рахмет. Жалпы сіздерге рахмет. Әңгіме бір халық, жаңа ішкі саясат бөлімінің халыққа түсіндіру мақсатында басталып, жаңағы өзіңіздің өміріңізге ұласты ғой. Енді сізге көп рахмет, осылай уақытыңызды бөліп келгеніңізге. Енді келесі кейіпкерді жаңағы тілегіңіз немесе сұрағыңыз, бір сұрақ қойып кетсеңіз. Келесі кейіпкерге ме? Ауқымды бір сұрақ, иә. Ойланып алуға. Келесі келген кейіпкерге не айтар едіңіз? Қандай сұрақ? Ол енді кейіпкердің сіздің қойған сұрағыңызға қарай таңдаймыз. Иә, бағытына байланысты соған болады ғой. бүйтіп келтіре қоямыз ғой соны. Типа сіздің сұрағыңыз сол біздің келесі қонағымызға бір дөп түскендей қылып келтіреміз. Мысалы, кімді көргіңіз келеді келесі қонаққа? Былай да қоя берейінші. Мысалға болады ғой. Жалпы мысалға мынадай жағынан бір үлгі аламын, немесе сол кісімен бір жаным егіз деген сияқты бір сондай бір үлгі тұтамын деген немесе сол кісі көрінбей жүр, соны бір ашық әңгімеге шақыру ғой, енді ашық әңгімесін тыңдап халық білсін деген мақсатта. Енді биыл мұхиттың 185 жылдығы болғаннан кейін әнші мұхиттың оған көптеген елімізге танымал өнер адамдар келеді алдағы уақытта ауданымызға. Солардың ішінен елге белгілі деген мүмкін бір адамның осы мұхиттың елінде отырып берген сұхбатын халық тыңдайтын болса, Қаратөбенің қасиетін, өнерін ол айтатын болса деген сондай өтініш айтқым келеді. Сосын енді мына ойдан ой туады. Кейде мықты әртүрлі саланың адамдары келуі мүмкін. Мысалға мен өзім кезіндегі журналист болып жасаған кезде түрлі саланың ғалымдармен де басқа түрлі кісілермен сұхбаттасып дегендей араластық. Сондай бір кісілер келген кезде мүмкін кейде мен бір өтініш айтқым келеді сіздерге. Мүмкін осы жердің жаңағы подкасттың тізгіншісі ретінде маған да арасында бір мүмкіндік беретін шығарсыздар. Кейде басқа да біздің өнерлі замандастарымыздар бар. Артымыздан өсіп келе жатқан, біздің артымыздан да өсіп жатқан інілеріміз бар, бауырларымыз, осы елдің азаматтары бар. Оларға да кейде арасында мүмкіндік берсін. Әрине, қатып болған жоқ қой енді. Өйстіп өзіміз жан-жақты қырынан осылай елге осындай жақсы бір қызмет көрсетіп отырсақ деген. Ұсынысыңызды қабыл алдық, өте жақсы ұсыныс деп ойлаймын. Әрине, бұл бүгінгі подкастты біз қолға алып ұйымдастырғанымызбен ертеңгі күні бұл тізгінді сіз немесе тағы да басқа қонағымыз иеленуі мүмкін. Керемет ұсыныс, қуана қабылдаймыз. Енді бүгінгі подкастымызды қорытындылай келе,
бірін қазақ, біріңді дос, көрмесең істің бәрі бос деп. Абай Құнанбайұлы айтқандай, қоғамдағы татулық пен бірлік кез келген реформаның табысты болуының кепілі. Бұған бүгінгі әңгімеміз соған бір қадам жақындатты деп ойлаймыз. Сіздер үшін де пайдалы ілім, дүние болды деп кәміл сенеміз. Келесі жүздескенше. Тыңдап отырғандарыңызға рахмет. Ұнаса каналға жазылып, лайк төлепінін басып кетуге болады. Пікір қалдырып кетуді сұраймыз.